Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы рационал бөлшектер. Бірінші, рационал бөлшектер дегеніміз не? Соған анықтама беріп алайық. Біз алдыңғы сабақтарда сандардың, әріптердің және олардың көбейту, қосу, азайту амалдарының көмегімен біздер көпмүшеліктер құрастырып алғанбыз. Яғни мына тақтада жазылып тұрған көпмүшеліктер біз бұрыннан білетін көпмүшеліктер. Бұндай көпмүшеліктерді бүтін өрнектер деп атайды. Яғни бұлар бүтін өрнектер. Бүтін өрнектер деп аталады. Ал енді бүгінгі сабақтан бастап біз бөлшек өрнекті айнымалысы бар өрнектерге бөлу амалында қарастырамыз. Мысалға, x қосылған y-ті a қосу b өрнегіне бөлейік. Яғни бөлшектің бөлімінде айнымалысы бар өрнек тұр. Сол сияқты 2x квадрат минус 4 өрнегіне бөлейік. Тағы мысал келтірейік. a-дан 1 қосылған x квадрат плюс y. Мына өрнектердің барлығында бөлшекті айнымалысы бар өрнекке бөлу амалы тұр. Осылай жасалған өрнекті бөлшек рационал өрнектер деп атайды. Яғни бұл бөлшек өрнектер. Бөлшек өрнектер. Бүтін өрнек пен бөлшек өрнектің бір-бірінен айырмашылығы, яғни бүтін өрнектерге айнымалысы бар өрнекке бөлу амалы болмайды, ал бөлшек өрнектерде айнымалысы бар өрнектерге бөлу амалы болады. Осы бүтін өрнек пен бөлшек өрнектің барлығын бірге рационал өрнектер деп атайды. Яғни рационал өрнек, бүтін өрнекте рационал өрнек бола алады, бөлшек өрнектерде рационал өрнектер бола алады. Сонымен рационал өрнектің не екенімен таныс болдық. Өздерің білетіндей, бүтін өрнектегі айнымалылардың орнына қандай да бір сандарды қойсақ, өрнектің мәнін анықтауға болады. Яғни айнымалының орнына кез келген санды қоюға болады. Ал бөлшек өрнектерде кейбір жағдайда айнымалының орнына белгілі бір сандарды қоюға болмайды, себебі өрнектің мағынасы жоқ болып қалады. Мысалға бізге мынандай бір өрнек берілсін. x минус 3. Бұл бөлшек рационал өрнек. Осы бөлшек рационал өрнегіндегі x-тің мәні 3 болғанда, өрнектің мағынасы жоқ. Неге? Себебі өздерің бастауыш кластан білетіндей, x-тің орнына 3-ті қойсақ, 3 азайту 3 0, а санды 0-ге бөлуге болмайды, яғни өрнектің мағынасы болмайды. Бұл өрнектің x-тің мәні 3 болғанда мағынасы болмаса, онда мағынасы болу үшін біз былай деп айтамыз. x-тің мәні 3-тен басқа кез келген сан болғанда өрнектің мағынасы болады дейміз. Ал 3-тен басқа сандар бөлшек рационал өрнектің мүмкін мәндер жиыны деп аталады. Сонда берілген өрнектің мүмкін мәндер жиыны 3-тен басқа, яғни біз x тең емес 3 деп жазамыз. 3-тен басқа барлық сандар берілген бөлшек рационал өрнектің мүмкін мәндер жиыны болады. Көрсетілген бөлшек рационал өрнектердің мүмкін мәндер жиынын табу керек. Бірінші бөлшек рационал өрнекте біз өзіміз білетініміздей бөлшектің бөліміндегі тұрған өрнек 0-ге тең болмау керек. Яғни біз жазамыз мүмкін мәндер жиыны бөлшектің бөліміндегі 3 минус x өрнегі 0-ге тең болмайтындай x-тің мәндері. Яғни x-тің мәні қай кезде 0-ге тең болады? X-тің орнына 3-ті қойсақ, 3 азайту 3 0 болады. Яғни бұл жерде x-тің мәні 3-ге тең болмау керек. Яғни өзіміз білетін 6-шы кластан таныс сан түзуінде 3-ті кескіндеймізде 3-тен басқа деген сөйлемді бұлай кескіндеп көрсетуімізге болады. Яғни 3 жалпы сандар жиынына енбейді. Сонда біз бұны бұлай деп жазсақ болады. Минус шексіздіктен 3-ке дейін, 3-тен плюс шексіздікке дейінгі сандар жиыны берілген бөлшек рационал өрнектің мүмкін мәндер жиыны болады. Екінші мысалға қарасақ, бөлшек рационал өрнектің мүмкін мәндер жиынын табу үшін бөлшектің бөліміндегі өрнек 0-ге тең емес деген шарт қоямыз. Яғни мүмкін мәндер жиыны x қосу 1, x азайту 2 өрнегі 0-ге тең болмау керек деген шартты қанағаттандырады. Енді бұл өрнек x-тің мәні қандай болғанда 0-ге тең болады?
бірінші көбейткіш 0 болып кетеді, егер x-тің мәні -1 болса. Яғни біз бұл жерге жазамыз x-тің мәні -1-ге тең болмау керек. Ал екінші көбейткіш x-тің орнына 2-ні қойғанда 0-ге айналады. Олай болса, x-тің мәні 2-ге тең болмау керек. Сонда берілген бөлшек рационал өрнектің мүмкін мәндер жиыны -1 және 2-ден басқа барлық сандар жиыны болады. Оны біз былай жазып көрсетсек болады. Сан түзуінде -1 мен 2-ні -1-ді және 2-ні кескіндейміз. Бұл жиынға кірмейді деген сөз. Одан басқа кез келген сандарды x айнымалының орнына қоюға болады. Сонда жазу шексіздіктен -1-ге дейінгі кез келген санды қоюға болады. -1-ден 2-ге дейінгі сандарды және 2-ден плюс шексіздікке дейінгі сандарды x айнымалының орнына қоюға болады. Мүмкін мәндер жиыны осы аралықтардың бірігуі. Енді соңғы мысалымызда 1 бөлінген x квадрат -9 бөлшек рационал өрнегінің мүмкін мәндерін жиынын тап дейді. Ол үшін біз бөлшектің бөліміндегі тұрған өрнекті өзіміз білетін қысқаша көбейту формуласы бойынша көбейткішке жіктеп аламыз. Ол x -3, x плюс 3 деп жіктеледі. Енді бөлшектің мүмкін мәндерін жиынын табу үшін бөлшектің бөлімін 0-ге айналдыратын сандарды анықтаймыз. Ол үшін x -3 0 болмау керек. Бірінші көбейткіш, бұдан x 3 болмау керек деген шарт шығады. Ал екіншісінен x қосылған 3 0 болмау керек, яғни x -3 болмау керек. Сонда бөлшек рационал өрнектегі x-тің орнына плюс 3-ті және минус 3-ті қоюға болмайды. Себебі ол жағдайда мағынасы жойылады. Сонда минус шексіздіктен минус 3-ке дейінгі сандарды x айнымалының орнына қоюға болады. Және минус 3-тен 3-ке дейінгі сандарды қоюға болады. 3-тен плюс шексіздікке дейінгі сандарды қоюға болады. Бұл осы бөлшек рационал өрнектің мүмкін мәндер жиыны. Берілген бөлшек рационал өрнектің мүмкін мәндер жиынын табыңдар дейді. Берілген бөлшек рационал өрнек әртүрлі екі бөлшектің қосындысы түрінде тұр. Яғни бірінші бөлшектің мағынасы x-тің орнына қандай санды қойғанда болмай қалады. Екінші өрнектің мағынасы x-тің орнына қандай санды қойғанда болмайды. Осыған жауап береміз. Бірінші бөлшекте x-тің орнына 7 санын қойғанда бөлімі 0 болады. Яғни мүмкін мәндер жиыны x минус 7 0 болмасын деген шарт қойылады. Ал екінші бөлшектен мүмкін мәндер жиыны 2x плюс 6 0 болмасын деген шартты қанағаттандыру керек. Яғни әрқайсысын жеке-жеке орындасақ, бірінші өрнек x-тің орнына 7-ні қойғанда 0 болады. Олай болса, бұдан x-тің мәні 7-ге тең болмау керек деген шарт шығады. Ал екінші өрнектен плюс 6-ны минус 6-мен шығарсақ, оны 2-ке бөлсек, x-тің мәні минус 3 болады. Яғни x-тің орнына минус 3-ті қоюға болмайды. Қойып көрейік, 2-ні минус 3-ке көбейтсек минус 6, минус 6 мен плюс 6-ның қосындысы 0. Ал бөлшектің бөлімінде 0 тұруға болмайды, себебі санды 0-ге бөлуге болмайды. Сонда берілген бөлшектің мүмкін мәндер жиыны минус 3 пен 7-ден басқа барлық сандар жиыны. Оны біз былай жазамыз. Минус шексіздіктен минус 3-ке дейін, минус 3-тен 7-ге дейінгі және 7-ден плюс шексіздікке дейінгі сандар жиыны берілген бөлшек өрнектің мүмкін мәндер жиыны болады.